Мына 7-ші қабат аспанда Сидратул Мунтаха деген ағаш бар. Межелі сидра ағашы дейді. Жибрилдің ең соңғы барып көтерілетін биіктік нүктесі сол ағаш. Одан ары барамайды Жибрил. Алла тағаланың әмірі түсетін жерде сол ағаш. Сол жерден бұйрықты алады Жибрил, сосын көктер мен жердің арасына бұйрықты таратады. Осы сидра ағашы туралы Ибн Аби Хатим өзінің тәфсирінде, Ибн Касир өзінің тәфсирінде мынандай бір оқиғаны келтірген. Сонда баяндалады: инна сидратал мунтаха, осы межелі сидра ағашы дейді, фихи малаика, бұл ағашта періштелер бар дейді. Бұл ағашта періштелер бар. Яғбудун Аллаха аля ақсаниха, сол ағаштың бұтақтарында құлшылық жасайды дейді олар. Періштелер, ағаш толған періште да құлшылық жасайды дейді. Ма минху мин ахадин илля қад уътия рафатан ва рахматан лил муъминин. Сол жердегі періштелердің әр қайсына мұъминдерге деген жұмсақтық пен рахымдылық берілген дейді. Яғни мұъмин десе өліп қалайын деп тұрған періштелер екен да. Тілеуіңізді тілеп дейді. Сонда бұл періштелерге келетін болсақ, пайғамбарымыз салам Исра оқиғасы болған кезде, сидраның қасына барған кезде, жаңа Нәжім сүресінде айтады ғой, сидра ағашын Алла көз алдына көрсеткен. Енді ондай нәрсе, керемет нәрсе да, 7-ші қабат аспанда биіктіктің ең шыңы ғой, жаратылыстар көтерілетін. Жибрил мысалы. Изяхша сидрату ма яхша деген Алла тағала. Сол кезде Мұхаммед пайғамбар сидра ағашына қарап тұрған кезде, сидра ағашын Алланың әмірімен бүркеген нәрсе бүркеді дейді. Неге бүркеген нәрсе бүркеді деп қана айтқан? Өйткені пайғамбарымыз салам айтады: мен көрген нәрсені дейді, ла тасифуху алсинатун фил арди, жердің бетіндегі тіл сипаттай алмайды дейді оны. Жердің бетіндегі тіл жетпейді дейді. Сөзі де әдебиеті, анан сөйлеуге, анау мүлде басқа нәрсе ғой. Сол кезде раайту аль-фараша миназ-захаб, алтын сияқты көбелектерді көрдім дейді да. Жаңағының бәрі періштелер екен. Алланы дәріптеп жатқан. Алтын көбелек сияқты көрінген ғой. Жарқыраған деген нәрсе. Сонда атаған фәмә жағзағал басару, мәзағал басару ва матаға. Ол жерге қарап тұрған кезде көзі оңға солға отқымады дейді. Ва матаға, әдеп таттап басқа жаққа қарай қарап қалмады дейді. Бұл жерде не үшін айтып отыр десеңіз, Аллах тағаланың берген нәрсесінен мұсылманның назары оңға солға кетпеу керек екен да. Пайғамбар сол сидраның өзін тапсырма ретінде көрсеткен екен да. Қара деп. Алланың әмірі болды дегенше көзі басқа жақтарда бірден іздемеген екен. Қараңыз, жүрегі қандай болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда осы сидрадағы жаңағы періштелер юнадиллаху Жибрил, Аллах тағала сол кезде қадыр түні кіретін уақытта Жибрилге бұйрығын түсіреді дейді. Инзил ма хаулаил малайка, насидратул ағаштың үстіндегі бүкіл періштелерді алда, түсіңдер жерге деп. Қадыр түні осы бұйрықты беріледі екен. Содан барлығы түседі. Хина тағрубу шамсу, күн батқан уақытта олар түсіп қойды. Сөйтіп жердің бетінде фәлә ябқа буқатун, жердің бетінде бір бос орын қалмайды, илля фихи малакун, жаңағы сидрадан түскен періште тұр дейді ол жерде. Бір бос орын жоқ дейді. Тек қана олар жаңағы синагогаға, шіркеуге, бұтханаларға, отқа табынатын жерлерге, жаңағы байтун фихи сукрон, қай үйде бір мас адам жүрсе сол жаққа кірмейді, қай үйде мускер, мас адам болмаса да арақ тұрған үйге де кірмейді дейді олар. Сөйтіп өздерінің Алла тағала кірмейтін жерлер бар, қалған таза жердің бәріне келіп тұрады да, имма хуа сәжидун, қараңыз. Түскен бетте сәждеге кетеді біреуі, Алла тағала солай бұйырған. Сен сәждеге кетесің. Түскен бетте біреуі қойман, біреу қиямға тұрады, жаңыз намазда тұрғандай. Осы қиям, сәжде, рукух жасайды олар, таң атқанға дейін. Білесіздер ма не үшін жасайды соны? Сонда Алла тағала бізге айтып отыр ғой. Ядғу лил муъминина вал муъминат. Бүкіл муъмин ерлер мен бүкіл муъмин әйелдерге дұға жасайды дейді. Қарас. Біздерге дұға жасап отыр да. Қарас, Алла тағала рахымы қандай да. Осы нәрсені сыйлаған. Әркімге дұға жасап отыр.
Міне Алланың беретіні бізге көп, бірақ біздің Аллаға беретініміз сондай сараңбыз, сондай жаманбыз, нашармыз, ұрысқақпыз. Көрдіңіз ба? Алланың бізге беріп отқан нәрсесін қарашы. Біз соны бар ғой, түні бойы намаз оқып сұрасақ та соны сұрай алмайтын едік біз ондай құбылысты. Бірақ бере салды ғой соны. Осыны түсінсек те біз Алла тағаламыздың қандай жақсылығы, қандай сарқылмайтын Раббымыз екендігінде. Сосын жаңағы хадистің соңында айтады, Ибн Абу Хатим айтады: "Вала ядағу Джибрилу ахадан минал муъминина илля сафахаху." Алла тағала мүмкін біреуге бүгін нәсіп етер сол нәрсені. Джибрил дейді, мұъминдердің қолынан ұстайды дейді. Қараңыздар. Ва мин аламати залика, оның белгісі дейді, иқшағар ражилдуху, жаңағы адамның терісі тітіркеніп кетеді дейді бірден. Дұға жасап отқан кезінде, түсінсіз ба? Терісі тітіркенеді дейді. Вараққа қолбуху, бірден жүрегі сынады дейді. Жүрек Алла тағала кетті болды, берілді. Вадамағат айнаху, және көздерінен жас шыға бастайды дейді. Осы үш белгі залика мин мусафахати Жибрил деген, Жибрилдің ұстауынан болған әсер дейді. Құрметті бауырлар, сондықтан дұғаларымыздың кезімізде бұл нәрсеге қатты берілу керекпіз. Бұл қадір түннің біз беретін жайы. Ана Ибн Касирге ары қарай кіретін болсаңыз, бір Аллах тағала жақсырақ біледі. Жалпы, бірақ сол тәпсір кітабында айтылғаннан кейін айтып отырмын. Ана көтерілгеннен кейін дейді олар. Ана аспан осы болған құбылыстар туралы сөйлейді дейді. Ана пәленшені көрдім, пәленшенің баласы пәленше сәждеде болды ғой. Пәленшенің баласы пәленше деп. Қарады, аспандағы тақырып не бұл? Аспандағы тақырып біз болады екенбіз ғой. Көктер мен жер адамзат үшін жаралған, адамзаттың құлшылығы үшін жаралған да Алласына. Қараңыз қандай мәселелер. Сөйтіп дұға жасап отыратын періштелер бар дейді әрбір адамға. Сонда жаңағы біреу былтыр жаман болып жүреді, биыл жақсы болып кетті. Яғни 5 уақыт намазы тіріліпті. Сол кезде жаңа періште, онда оған дұғамызды қосайық деп дұғаға кіріп кетеді екен. Пәленшенің баласы пәленше, Раббым кешіре көрші, пәленшенің баласын пәленшені кешіре көрші. Кімге заказ жасай аласың бұл дүниеде сізге солай дұға жасауға? Ешкім сізге өйтіп шаршап қалады. Ал періште шаршамайды да. Егер осы түні, құрметті жамағат, Алла тағаланың міне осындай таптаза періштелерін адамзаттың қызметіне беріп қойғанда, таң атқанша осындай жағдайда болады дейді олар. Міне үшіншісі әмірі сәлемун хия хатта матлағил фәжр. Жалпы бұл түн дейді, бейбіт түн дейді, бұл сәлем дейді. Ешқандай жамандық қаланбайды ешкімге, тек өзі жаман болмаса. Алла тағала ешбір адамға бұл түнде жамандық қаламайды. Есіктер ашық. Кімде-кім жаңағы мен жұмаға оқып жүрмін, бүгіннен бастап 5 уақыт намаз тірілтейін мен, маған сондай тағдыр керек деп сұрайтын болса қазір, шешілді ғой жағдай. Көрдіңіз ба? Абыройы көтеріледі. Алламен байланысы дұрысталғаннан кейін Алла тағала бүкіл өмірін дұрыстап береді енді оны. Бұл бейбіт түн. Бейбіт болады таң атқанға дейін дейді. Таң атқанша жаңа періштелер не істеп отыр қазір? Сіздің тілеуіңізді тілеп отыр. Олардың дұғасы қабыл болмайды деп айтамаймыз. Тек мәселе тек біздің жүректегі нәрсе да. Омар радиаллаху анху айтады ғой. Мен дейді Раббыма дұға жасаған кезде мен ешқашан уайымдамаймын дейді. Оның жауабы келмейді деп дейді. Қараңыз. Өйткені дұғаны жасайтын кезімнің өзінде егер жүрегім уайымым дұрыс болса, дұғамның сөзіне дейін береді ғой дейді Алла тағала. Қараңыз. Дұғамның сөзіне дейін береді дейді. Сосын жауабын әкеп қояды дейді былай қарай. Енді мен уайымдаймын тек қана бірақ нәрсені. Мен сол сұрап атқан кезде мені жүрегім соны шын қалап атыр ма? Әлде құр жай сұрап атырмын ба? Мен уайымдайтын нәрсе осы дейді. Егер мынау жүрек оны уайымдамаса, онда жауап кетіп қалады. Түсіндіңіз бе? Алла тағала дұғаңмен жауабын қоса береді. Бірақ жүрегіміз уайымдамаса, оны өзіміз махрум қалдырып қалады екенбіз. Қазір мысалы Раббым мен өсек айтпайтындай қылшы мен енді деген кезде өсек айтпайтындай жауабыңыз келіп тұрады екен. Бірақ шыға салып өсек айтып жатсақ, біз оны уайыммен сұрамағанбыз. Біз
бір Алланың құдіреті жүзеге асып кетсе екен. Егер барлығы мәжбүрлі түрде сіз өзгере берсеңіз, онда сізге сауап жазыла ма? Алла Тағала сондықтан айтады: «Уәләу ши'на лахадайна кулля нафсин худаха». Егер біз қаласақ, әрбір жанды тура жолға сала салар едік мәжбүрлеп. Бірақ сен жүрегіңдегі уайымың деген нәрсе керек дейді бізге. Сенің жүрегіңдегі уайым керек деп жатыр дейді Алла Тағала. Рас сұрап жатсың ба сен соны? Рас сұраған адам қазір ана жаққа барғаннан кейін айта алмай тұрады: мен жаңа сұрадым ғой Раббымнан. Астағфирулла, астағфирулла. Міне соның дұғасы қабыл болады да, оны Алла Тағала өсектен арылтып береді енді. Ешқашан айтпайтын болады андай нәрсені. Сол шындық деген нәрсе осындай. Міне сөйтіп періштелердің барлығы қазір жердің бетінде, сөйтіп таң ататын уақытта ең бірінші Жибрейіл көтеріледі. Жибрейіл көтеріледі де 600 қанаты бар, арнайы 2 қанаты бар дейді, сол түні ашатын. Сол екеуін ашқан кезде күннің сәулесін бүркеп қалады дейді ол, нұр. Күн, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, байдоа, әппақ болып көрінеді дейді. Ла шуғаға фихи, сәулелері жоқ. Жибрейіл тұрды. Сосын ана бүкіл періштелерге кеттік деп айтады екен. Бүкіл періштелер көтеріледі. Сөйтіп дүние аспанына, одан кейін 2-ші аспан, 3-ші аспан, сидраларға барып, сонымен аяқталады. Сосын Раббысының алдында осы түн туралы есеп тапсырады. Қандай құл, қандай болды деген. Сонда Жибрейіл бір сұрағы келтірілген: Раббым, пәленшенің баласы пәленше бұрынғыдай емес, жаман болып кетіпті дейді. Сонда Раббыс айтады екен: оны белгілі бір уақытқа дейін қойып қойдым дейді мен. Егер тәубасына келсе, кешірем ғой дейді екен. Соқтан құрметті бауырлар, қазір біреу осы жерде жас бар, ата-анасы намаз оқымай жүр. Біреу ата-ана намаз оқып жүр, баласы намаз оқымай жүр. Біреудің жағы досы, ағасы, қарындасы, әпкесі, олардың барлығының тағдыры бүгін сіздің дұғаңызға қараған. Қосыңыз оны дұғаңызға. Одан кейін мына елдің жағдайын, бейбіт деп отыр ғой Алла Тағала. Мына елімізді Раббым өзіңе бойұсынатын күйге әкелші Раббым. Дүниемен, өйткені пайғамбар Алла Тағала Құранда айтады: «Лау анна ахлал қуро», егерде бір қаланың тұрғындары дейді, бір елдің тұрғындары әмәну уаттақу, Алла Тағаласына иман келтіріп, сосын Алла Тағаладан абайлайтын тақуалық жасаса, лафатахна алейхим баракати минас самаи вал ард. Мына көк жер былай тұрсын дейді, мен көктен берекет түсірем дейді. Қараңыз, көктен сондай берекет түсіріп жіберем, мынау дамып кетеді дейді мына ел. Сендер дүние жақтары емес, сендер рухани дүниелеріңді өзгертсеңдер маған қарай, мен дүниені жасап бере салам дейді оны. Түсініңіз ғой? Бұл түнде сіз ризық сұраған кезде де, мысалы, жаңағындай тамақ, ризық, осындай деген нәрсені сұрамасаңыз да ол шешіліп қойған нәрсе ол. Бірақ біз бұл дүниеде қазір түнде сұрайтын нәрсе ішкі дүниеде қандай тағдыр керек? Тахаджудты тағдыр керек па келесі тағдыр түніне дейін? Түнгі намазы көп болатын жыл керек па? Қандай нәрсе керек? Таң намазы қаза болмайтын. Немесе қаза болып қойса да, мысалы бір күні бұрынғыдай емес, жылап тұратын, Раббым, Раббым деп та, өкініп оқитын сол қазасын. Жай ғана жүрекпен емес та, анаңызға туф демейтін. Осы нәрселер сіздің жүрегіңізде қазір қай нәрсе уайым, сол нүктесін тауып алыңыздар деп отқаным ғой. Қайсысы мен сұрасам, басқасынан құр қалмаймын дегендей. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: кімде-кім Аллах Тағаланы еске алған кезде дейді, шын беріліп, жаңағы еске алып жатқан болса, Раббысын сұраудың орнына дейді, қараңыздар, сұраудың орнына мені еске алып кетсе, мен сұрайтыннан білем ғой дейді, не сұрайтын бәрібір, сұрағанынан да артық берем ғой дейді оған. Сондықтан сіз уайымдамаңыз, Алла Тағала сіздің жағдайыңыз, ол сіздің жағдайыңыз сізден артық рахымына бөлегісі келеді. Сіз ойламаған жақтан ризықтар ұйымдастырғысы келеді. Өйткені ол бай, оныкі сарқылмайды, оныкі көп, біздікі таусылады. Сондықтан сіз негізгі нүктелерге жүрегіңізді бүгін істетейік, құрметті жамағат. Сол нүктелермен дұрыс тапсақ, дөп бассақ, Құдай қаласа Алла Тағаланың беретіні бұл түнде енді өте көп та. Мен соқтан енді уақыттарыңызды алмайын, жаңағы құлшылық зікірлеріңізге, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи субханаллахи ва бихамдихиді таңертең 100 рет айтса, кешке жақын 100 рет айтатын. Біз оны күнде үйтіп істеп жүрген жоқпыз ғой. Неге соны қазір істеп болмасқа, сосын Алла Тағала 1000 ай істейді деп жазады.
астағфирулла ва атубу илейхи, Аллахым сенен кешірім сұраймын, саған тәуба етемін деген 100 рет айтатын таңертең және кешке. Ал біз оны күнде істеп жүрген жоқпыз ғой. Оны қазір айтсақ 1000 айдан хайырлы жазылмай ма? Сол секілді жәннатты ерекше сұрайық қазір. Тозақтан ерекше сыйынайық. Міне 3 реттен 7 реттен айтайық. Сөйтіп осындай зікір, дұға, истиғфар, кешірім, сосын бағанағы Айша анамызға өсиет етілген дұға: Аллахума иннака афуун каримун тухиббул афва фаъфу анна. Я Аллах тағалам, сен елемеушісің ғой. Сен кешірімділікпен қараушысың ғой. Кешірімділікпен қарауды, елемеуді жақсы көресің. Мені елемеші күнәларымды. Раббым кешірімділікпен қарашы деген осы дұғада өте көп айтылатын күн түн иншалла. Алла Тағала баршамызға жақсылығын нәсіп етсін.